дейміз. Мәдениеті? Анығырақ? Көп жақ дегеніміз, Мансұр? Бетінің саны шектеулі көп бұрыштардан тұратын дене. Дұрыс айтасыз. Көп бұрыштардан құралатын дене, иә? Ол көп бұрыштар әртүрлі болуы мүмкін, иә? 3 бұрыштан құралуы мүмкін, 4 бұрыш, 5 бұрыш деген сияқты көп бұрыштардан құрастырылуы мүмкін. Ал көп жақтың жақтары, қырлары, төбелері және диагоналы туралы не айтар едіңіздер? Бірінші, жақтары туралы айтайық. Көп жақтың жағы дегеніміз не? Димаш? Жағы деп қай жерде айтамыз? Жағы деп қай жерлерін айтамыз? Иә, осының барлығы бір сөзбен не деп айта аламыз? Неден құрастырылып тұр дедік жаңа көп жақтар? Неден құрастырылып дедік? Көп бұрыштары. Сонда оның көп бұрыштары не болып саналады? Сол кеңістік фигуралардың, яғни көп жақтарының жағы болып саналады. Ал қырлар ше? Қыры деп отырғанымыз қай жері? Сол көп бұрыштардың қабырғалары, ол мына фигураның несі болып саналады сонда? Қыры болып саналады. Төбесі деп отырғанымыз? Яғни мына жаңағы айтылған көп бұрыштардың әрбір төбесі, ол сол көп жақтың да төбесі болып саналады. Жақсы. Кеңістік фигуралардың ішінде қарапайым көп жақтарға қандай фигуралар жатады? Біз оны айтып кеттім. Полудюре. Сухарная. Куб, тетраэдр, параллелепипед, пирамида жатады, призма жатады. Ең біз осы қарапайым 5 түрін сіздерге атап кеттік, көп жақтан. Оның ішінде біз нені өттік? Тетраэдрді өттік. Енді тетраэдр дегеніміз не? Дұрыс, 4 үшбұрыштан құралатын фигура, яғни ненің көп жақтың бір түрі олда, жақсы. Енді жаңа сіздер айтқан параллелепипедке келейік. Параллелепипед екі түрлі формада кездеседі бізде өмірде. Мінекей, екі түрлі формасында сіздердің алдарыңызға шығарып тұрмын. Тік бұрышты және көлбеу. Тік бұрышты мен көлбеудің айырмашылығы неде деп ойлайсыздар? Тік бұрышты 90 градус. Яғни төбелері бір-бірімен 90 градус бұрыш жасаса, ол тік бұрышты параллелепипед деп аталады. Оны бұған дейін бастауыш сыныптан бері өтіп келе жатырсыздар. Ал көлбеу параллелепипед деп отырғанымыз бұрыштары әртүрлі бұрыш жасайды, яғни 90 градус емес, көлбеу бұрыш жасайды. Ары қарай, осы параллелепипедке ұқсас бізде куб деген фигура бар. Енді осы тік бұрышты параллелепипедпенен кубтың айырмашылығын қарастырып өтейік. Сіздерге мынадай кесте таратамын. Осы кестеге астында тік бұрышты параллелепипед деген жерге тек қана тік бұрышты параллелепипед қана қабылдайтын қасиеттерін жазасыздар. Куб деген жерге тек қана кубқа тиістісін жазасыздар. Ал ортасына екеуінің ортақ элементтерін жазасыздар. Яғни ұқсастықтары бар ғой екеуінің. Екеуіндегі ұқсастықты ортасына жазып шығасыздар. Кесте толтырып береміз. Ат жөндерін жазып жіберіңіздер. Бұған дейін сіздер тік бұрышты параллелепипедпен, кубпен бастауыш сыныптан берінен қарай таныспыз. Енді ортақ элементтері қандай, бір-бірінен айырмашылығы қандай? Айырмашылығын жеке-жеке өздеріне жазасыздар да, ортасына ортақ элементтерін жазып өтесіздер. Ат жөндерін жазып жіберіңіздер. Болсаңыз да соңында отырған оқушы, алдында отырған оқушыға қарай береміз. Мен алдыңғы қатардағы оқушыдан жинап алдым. Екі
тұңғышқа береміз. Мансұр барлығын жинап мәдиге бересіз. Мына қатар жинап Ханзадаға береміз. Үшінші қатар жинап Исламға береміз. Тездетейік. Так, екінші қатар болды. Қатарларымызды жинап береміз. Байланыс ретінде тапсырмаларымызды тексеріп шығамын. Қазір арасында оған дейін енді ауызша талқылап жүрейік. Сіздер не жаздыңыздар бұл жерде? Тікбұрыш параллелепипедпен кубтың ортақ элементтерін айтайық бірінші. Иә? Әділет? Барлық бұрыштар 90 градусқа тең. Барлық бұрыштар 90 градус. Барлық бұрыштар төртбұрыш. Оған қабырғалар төртбұрыш. Жақсы, шаршында төртбұрышқа жатқызайық. Жарайды. Тағы? Екеуі де төртбұрыш. Айтылды. Ол төртбұрышты жеке дара зерттегенде болады. Тағы? Екеуі де көп жаққа жатады дейді. Келісеміз, иә? Екеуі де кеңістіктегі фигуралар. Енді айырмашылыққа келейік, иә? Тікбұрышты параллелепипед пен кубтың айырмашылығы неде? Кубтың барлық қабырғалары тең және бұрыштары тең, ал параллелепипедте тек Бұрыштар 90 дедік қой, екеуінде де ортақ. қарама-қарсы қабырғаларға тең. Жақсы. Яғни қабырғада, иә, айырмашылық қабырғаның ұзындығында болып тұр. Тікбұрышты параллелепипедте қабырғаның ұзындығы әртүрлі, яғни қарама-қарсы қабырғалары, қарама-қарсы жақтары тең болады бір-біріне, иә. Өйткені ол неден құрастырылып тұр? Тік төртбұрыштан құрастырылып тұр. Ал куб квадраттардан құрастырылып тұр. Яғни оның бізде квадрат дегеніміз барлық қабырғасы тең болғандықтан кубтың да барлық жағы тең болады деген сөз. Ал енді сонда бүгінгі тақырыбымыз, бүгінгі күнді жаза қойыңыздар. Тікбұрышты параллелепипед және куб. Тікбұрышты параллелепипед және куб. Яғни біз атаған жаңа көп жақтардың 5 фигурасын қарапайым түрде айтылған. Біз жеке-жеке өтіп келе жатырмыз. Кеше бірінші тетраэдр өттік, бүгін параллелепипед пен кубты өтеміз. Енді параллелепипедтің неге біз именно тікбұрышты параллелепипедті өтіп жатырмыз? Себебі бізде өмірде көп кездесетін жағдай ол тікбұрышты параллелепипед. Солай ғой? Көп жағдайда. Міне, өздерің отырған ғимараттың өзінің бөлмесі тікбұрышты параллелепипед. Сол себептен біз мектеп қабырғасында тікбұрышты параллелепипедке қатысты өтеміз. Жақсы. Енді параллелепипед пен кубтың анықтамасына келейік. Нақты анықтамасын шығарып алайық. Жаңа ортақ қасиеттерін, жеке қасиеттерін айттық. Сонда тікбұрыш жалпы параллелепипед деп отырғанымыз не екен? Қарама-қарсы жақтары тең және қарама-қарсы жақтары қос-қостан өзара параллель орналасады. Дұрыс айтасың. Параллель болатын не? Көп жақтың түрі, яғни көп жақты айтамыз, дұрыс айтасыздар. Ал куб деп отырғанымыз барлық 6 жағында тең болатын және параллель орналасатын көп жақтың түрі екен. Жақсы. Енді сіздер бұған дейін 6-шы сыныпта тікбұрышты параллелепипедтің және кубтың жазбасымен сіздер бұған дейін таныссыздар. Сонда да еске түсіріп есепте жазбасына бір қарайық, себебі бізде осыған сәйкес есептер көптеп кездеседі. Так, көріп алдық қой. Иә? Енді кубтікін ашайын. Мінекей, кубтың жазбасы. Бұл екі фигураның да жазбасымен сіздер 6-шы сыныптан бермен қарай таныссыз. Енді ары қарай оқулықтарыңызда есептер берілген, сол есептерге назар аударайық. Енді сыныпты мен топқа бөлінген жоқпын, нұсқа бойынша жұмыс жасайды. Біз БЖБ жазған кезде нұсқаға бөлінеді, дәл солай нұсқа ретінде бөлінеді. Яғни бірінші нұсқа бізде Ернардың аты, екінші нұсқа Ханзаданың аты, бірінші нұсқа Мансұр, екінші нұсқа Мәдидің аты саналады.
Үшінші қатарда исламның аты бірінші нұсқа, Мержанның аты екінші нұсқа болып саналамыз. Сонда мына жердегі бірінші нұсқадағы оқушылар деген есепті тек қана бірінші нұсқадағы оқушылар орындаймыз. Екінші нұсқадағы оқушылар деген есепті 3-ке 6 есепті екінші нұсқадағы оқушылар орындаймыз. Есептің барлығы сіздердің оқулықтарыңызда берілген. Бірінші нұсқадағы оқушылар 3-те 5-ші есеп оқулықтарыңыздың 32-ші бетінде. Екінші нұсқа 3-те 6-ші есеп оқулықтың 32-ші бетінде. Сіздерге суреттер оқулыққа берілген. Суреттері 33-ші бетте тұр, иә? Осы суреттерге қарап, сіздердің дәптертеріңіздің көзін пайдалана отырып, дәптерге түсіреміз. Дәптерге барлығымыз түсіреміз. Сызғыш қарандаштарыңызды пайдаланып, дәптерге түсіреміз. Дәл сіздерге сурет қалай берілген, солай көшіреміз дәптерге. Бізде геометрия пәнінде тек қана есепті шығарып қана қою жеткіліксіз, біз салуды да білуіміз керек. Сол себептен барлық фигураларды салып шығайық. Минут уақыт беріледі. Сонда бірінші нұсқалар сіздерге куб берілген, екінші нұсқада тік бұрышты параллелепипед берілген. Өте жақсы, барлық оқушылардың қарап шықтым. Өте дұрыс орындап отырсыздар. Келесі бірінші нұсқадағы оқушылар 3-те 7-ші есептің А нұсқасын орындайсыздар. Екінші нұсқадағы оқушылар осы 3-те 7-ші есептің Ә нұсқасын орындайтын боласыздар. Бізде жаңа бірінші есепте орындаған кезде бізге сызбасы толықтай берілді. Біз тек соны көшіріп салдық. Енді сіздерге келесі есепте сызбасы толық емес, белгілі бір бөлігі ғана беріліп тұр. Сол бөлікті ары қарай толықтырасыздар. Екі нұсқаға да кубтың сызбасын сызу керек. Бірақ екі түрлі элементтері беріліп тұр. Ал көрейік. Келесі 3-те 7-ші есепті сызып шығайық. Бірінші оқулықтағы элементін сызып шығасыздар, ары қарай соны толықтырасыздар. Қай жері жеткіліксіз.
таныс болғандықтан сіздерге функционалды сауаттылық тапсырмаларын алып келдім. Функционал сауаттылық тапсырмалары дегеніміз не? Ол қайда кездеседі? Соған кішкене мағлұмат беріп кетейін. Былтырғы оқу жылында сіздер ББЖМ, яғни білім жетістігін бағалау мониторингісіне қатысқан болатынсыздар. Ол жерде де сіздерге функционалды сауаттылықтың есептері кездесті. Солай ғой? Оны сабақ барысында да талқылап жүрді. Дәл солай әдеттегідей осындай функционал сауаттылық тапсырмаларын сіздерге қазір орындатамын. Енді ол ББЖМ-дан бөлек қай жерлерде кездеседі десек, көп жағдайда бізде сіздердің араларыңызда да ертең Құдай қаласа сол тестке түсуі мүмкін балдарымыз бар. Бұл тест PISA деп аталады. Бұл PISA дүниежүзілік тест болып табылады. Дүниежүзілік, яғни 15 жастағы балдардың білім сапасын, оның ішінде сауаттылығын тексеру тесті болып саналады. Яғни функционал сауаттылықтың ішіне сіздерге оқу сауаттылығы, математика сауаттылығы және жаратылыстану сауаттылығы кіреді. Соның ішінде бөлек осы математика сауаттылығын біз алгебра және геометрия пәндерінде қарастырып отырамыз. Яғни біздің тақырыбымызға сәйкес келетін есептер болып жатырса, осылай қосылып отырады. Енді осы PISA тестінде кездесіп жүрген есептерден есептер алып келдім мен. Мынадай есеп берілген. Ойын кубиктері берілген, алдарыңызда қарап жүріңіздер. Төменде екі ойын кубиктері көрсетілген. Ойын кубиктері үшін мына ереже орындалады. Кубиктің кез келген қарама-қарсы екі жағының ұпайларының қосындысы 7-ге тең. 7-ге тең болады. Қатты қағаздың бөліктерін тіреймен қосып, ойын кубиктерін өздеріне жасауға болады. Оны әртүрлі тәсілмен жасауға болады. Бізге соның 4 түрлі формасын беріп тұр. Төменде ұпай сандары көрсетілген кубиктердің 4 түрлі жазбасы берілген. Осы жазбалардан қарама-қарсы жақтарының ұпайларының қосындысы 7-ге тең болатын кубиктер жасауға болады. Келесі кестедегі әрбір жолдың я немесе жоқ деген сөзін жүргізілмеді. Яғни, бірінші бізге берілген жазбаға қарап, оның жазбасын құрастырған кезде олардың қарама-қарсы жақтарының қосындысы 7-ге тең бола ма? Соны анықтаймыз. Егер болса, я деп жауап береміз. Егер 7-ге тең болмайтын басқа санға тең болып қалатын болса, жоқ деп жауап береміз. Ал 4 берілген кубиктің жазбасын қарап шығайық. Яғни, бізде бұл ойын сүйегі небір ойындарға пайдаланылады. Тойбы деген сияқты. Ал сурет анық көрініп тұр ма? Жақсы, қарап шығайық. Қай суретте 2-мен 3 дейді. Келсеңіз ба? Барлығын солай ойлайсыздар ма? Қарсылық бар ма? Алдымен сіздер жауаптарыңызды тыңдайын, содан кейін талқылайық. Бірінші қатарда көпшілігі 2-мен 3 деп ойлаймыз дейді. Сіздер ше? 2-мен 3. Толық 2-мен 3-ке келсеңіздер ма? Жақсы талқылап көрейік. Біріншісін талқылайық, Бірінші жазбаны құрастыратын болсам, 1 деген саным менің ойын сүйегімнің оң жағына кетеді. Солай ғой, Ал оған қарама-қарсы бағытта не қалады? 5 деген сан қалады. Сонда 1 мен 5-дің қосындысы 7 болмайды деген сөз. Сонда бірінші кескінге не деп жауап береміз? Жоқ деп жауап береміз. Ал енді екінші кескінді көріп жіберейік. Екінші кескінде 4 деген санымыз, мына 4 деген санымыз суреттің оң жағына барып, мына кубты құрастырған кезде ол оң жаққа түседі де, ол немен қарама-қарсы жақ болады? 3 деген сан тұрған жақпен қарама-қарсы жақ болады. Сол кезде 4 пен 3-ті қоссам 7 болады. 5 деген саным 2-нің үстіне келеді. Сонда 5 пен 2-нің қосындысы 7 болады. 1 мен 6 қарама-қарсы болады, қосындысы 7 болады. Сонда барлық жағы да бір-біріне қосындысы 7 болып тұр. Сонда екінші кескінді не деп жауап берем? Я деген жауапты берем. Жақсы. Үшінші кескінді қарайық. Үшінші кескінді де сіздер жаңа я деп келістіңіздер. Қазір талқылап көрейік.
оң жаққа барады. Ол немен пара-пар болады? Төртпен қарама-қарсы жақ болады. Қосындысы 7. Я? Оған келістім. Ары қарай 5пен 2-нің қосындысы тағы да 7 болады. 1 деген ойын сүйегім қайда барады? 6-мен қарама-қарсы жаққа барады. Сонда оның да қосындысы 7 болса, үшінші кескінді де «я» деп жауап береміз. Сіздердің жаңа айтылған 2, 3 «я» деген жауаптарыңыз дұрыс болды. Ал төртіншісін көрейік. Мүмкін төртіншісі де «я» болып қалады. Талқылап көрейік. 1 деп отырған саным қай жаққа келеді? Оң жаққа келеді де, ол 3 деген санмен дұрыс айтасыз. Параллель орналасады, яғни қарама-қарсы орналасады да, 3 пен 1-дің қосындысы 7 болмайды деген сөз. Сонда төртінші кескінге біз не деп жауап береміз? Жоқ деп жауап береміз. Сонда сауаттылықтың есептері қиын ба екен? Аса қатты қиындығы жоқ. Тек қана біз мына кеңістегі фигураларды көз алдымызда елестете білуіміз керек. Мәтінді дұрыс оқи алуымыз керек. Яғни бейне не талап етіп тұр, нені сұрап тұр, соны аңғаруымыз керек. Және логика осы қабілеттеріңіз сіздің жақсы болса, сіз функционалды сауаттылық есептерін мүдірмей өтесіздер деген сөз. Енді мынадай есеп кездескенде, пейзаж есептерінде бір жылдар сол есептен әкеліп тұрмын алдарыңызға. Аквариум берілген. Осы аквариум қандай бейнеде беріліп тұр бізге? Суреті бұрышты парапет. Бүгінгі тақырыбымызға сәйкес қой. Енді бізге айтады, аквариумның биіктігі 2 дециметр болса, яғни мына жердің 2 дециметр деген сөз, ұзындығы 5 дециметр, ені 3 дециметр болса, оған қанша су құюға болады дейді. Егер 1 дециметр кубты 1 литр деп есептесек. Енді алдымен орнымызда дәптерімізде шығарып көрейік. Бір оқушы тақтаға ашып талқылап берсе, маған кім шығады? Әділет келейік. Тақтаға орындап көрейік. Бірінші сұраққа жауап беріп көрейік. Міне, жауабы депті дециметр куб депті. Яғни қанша дециметр куб болатынын табамыз. Ол үшін маған не керек, Әділет? Жақсы. Көлем тауып алу керек дейді. 10 литр ма? Қалғаныз орнымызда отырып шығара берейік. Тақта боламын дегенше орында отырып ерте болған оқушылар бағалады. Жақсы. Дециметр куб деген ол бізде көлемнің өлшем бірлігі, сол себептен көлемді табамыз дұрыс. Көлемнің формуласын енді бастауыштан бері біз білеміз. Астына жазайық, бөлек жазайық, қасына жазбаймыз. Астына. Жоқ. Бірінші 30 дециметр куб. Бірінші сұраққа жауап беріп алайық, иә? Міне, жауабы 30 дециметр куб деп беріп тұр. Яғни біз мына жерде бізге тастап кеткен орынға біз не деп жазуымыз керек? 30 деп жазуымыз керек. Яғни бізде 30 дециметр куб шықты. Үш өлшемін көбейткен кезде, көлемін тапқан кезде 30 дециметр куб болды. Яғни біз бірінші сұраққа жауап бердік. Жақсы отыра ғой, рахмет. Енді екінші сұрақ. Екінші сұраққа кім жауап бере алады? Кім көрсете алады? Аквариумға 35 литр су құюға боламайды. Бізде жалпы сыйымдылығы қанша болып тұр? 30 литр, иә? Бізге 1 дециметр су 1 литр деп айтып кетті, иә? Сол себептен біздің 30 дециметр кубымыз неге тең болады? 30 литрге тең болады. Ал бізге өзі не бар 30 литр сыйымдылығы бар болатын болса, оған біз 35 литр суды сыйғыза алмаймыз. Сол себептен жауабына не деп жазамыз? Болмайды, дұрыс айтасың. Құюға болмайды. Неге десе 35-тен не болады? Кіші болады. 30 литрім
35 litrden kişi var. Sonuçta sığmay kalatындықтан biz оған құя алмаймыз. Жазып үлгердік па? Иә, жақсы. Келесесі. Осындай есеп кездескен екен. Ержан жуынатын бөлменің қабырғаларына плитка жапсырмақшы болды. Жуынатын бөлменің ұзындығы 3 метр, иә? Ұзындығы 3 метр, ені 2 метр, биіктігі 2,5 метр болады. Тік бұрышты параллелепипед қалпында. Міне бізге сонда тік бұрышты параллелепипед берілген. Бөлменің плитка жапсырылатын қабырғаларының аудандарын анықтаңдар дейді. Және қабырғалардың бірінде ені 1 метр және биіктігі 2 метр есік бар екенін ескеріңдер. Яғни есіктің де бізге өлшемі берілген. Ені 1 метр, ұзындығы 2 метр болатын есік бар. Осыны ескеріңіз. Яғни біз есікке плитаны жапсырмаймыз, сол себептен соны ескеріңіздер деп жатыр. Ал енді аудан тауып көрейік. Бірінші орнымызда иә. Төбеге және еденге жабыстырылмайды, қабырғаларға жабыстырылады. Бөлменің плитка жабыстырылатын қабырғаларының аудандарын анықтаңдар. Бізде пиза есептері балдар шет елден келетіндіктен ол бізге тікелей аударма жасалынады. Сол себептен мына жерде бізде қабырға деп кеткен. Негізі ол жақ болу керек, иә? Бөлменің плитка жабыстырылатын жағы. Біз қабырғаға жабыстырмаймыз, қабырға деп отырмыз. Мен сіздерге айттым, тек қана сызық деп, иә? Ал мынау не болып саналады? Жақ болып саналады. Негізі мына жерде жақтарының ауданы, иә, осыны ескеріңіз. Жақтарының ауданы. Тікелей аударма жасаған кезде біз күнделікті өмірде қабырға деп атап кете береміз ғой, синонимдес жақ пен қабырғаны. Сондай кезде аудармада сондай кетуі мүмкін. Енді оны сіздер түсінесіздер ғой. Болдық па? Аудан таптық па? 23 метр квадрат дейді мына жақта сізде. Қанша болды? Мансұр тақтаға талқылап жіберейік. Келе ғой. Қалай 23 метр квадратты шығардыңыз? Яғни әр жағының жеке-жеке мына 4 жақтың маған ауданы беретін, иә? Және есікке біз жабыстырмайтындықтан плитаны, оның ауданын керісінше алып тастаймыз. Аудан табудың формуласын білесіңдер, иә? Екі өлшемнің көбейтіндісі. Бернар ар жағының сызбасын сызып жіберейік. Дәл мына сызбаны ар жағына көшіріп сызып жіберейік. Белгілеу енгізіп. Бізде суретте белгілеу жоқ қой. Қазір неге оның ауданын тауып жатырмыз, қай жердің ауданын тауып жатырмыз, ол түсініксіз болып қалады. Сызбасын тақтаға сызып жіберіп, сол кезде ана жатыр. Belgili bir ilişki.
көрінбейтін жағын да сызып береді, көрінбейтін жағын немен штрихпен сызып береді. Мына жерден төмен қарап мынаны мына жағында солай. Есіктің артындағы басында, есікте жағында. Сосын мына жерде. Жоқ, мынадан дейін. Бұлар тек есіктің бетіне сызбайсың. Сызғышпен сызбайсың. Мынау бөлмемнің іші, ар жағындағы бөлменің көрінбей тұрған жерін міне штрих сызып арқылы белгілеп қойдық. Енді белгілеу енгізейік, А, Б, С, Д. Біз әдетте тікбұрышты параллелепипедті осылай белгілейтін едік, А, Б, В, С, Б, Д, Б. Сонда бізге осындай тікбұрышты параллелепипед беріліп тұр. Және мына жерде есік бар. Оны басқа Е, F, А, Л деген сияқты белгілейсің. Енді сонда бізде бірінші мансұр 2 көбейтілген 2,5 деп алыпты. Қай жақта алып тұрмыз? Бізде 2,5 деп отырамыз биіктігі, ұзындығы, мына жерменде 3, ені 2, сонда бергі жақ, мына бір жағын алатын болсам 2,5 пен енінің көбейтіндісі деген сөз. Міне түсінбей отырғандар болса, міне мына жағының сызбадан анығырақ көрсетейін. Осы жағының ауданын тауып жатырмыз. Сонда оның ауданы, мына ұзындығы 2,5, ені 2 деп, екеуінің көбейтіндісінен осы жердің ауданы шығар. Сонда мынаның ауданы неше болып тұр? 5 болып тұр осы жағының. Оған қарама-қарсы жағының да ауданы не болады? 5 болады. Сол себептен 2 көбейте салдым. Ары қарай, енді мына жаққа, арғы бізге көрінбей тұрған жағының болса, ұзындығы 3, және не түседі? Биіктік түседі, биіктікпен осы ұзындықты екеуін көбейтсем, арғы бізге көрінбей тұрған жағының ауданы шығады. Оның ауданы бізге 7,5 деп тауып берді. Арғы жағы 7,5, бергі жақтағы бізге көрініп тұрған есік бетіндегі тіктөртбұрышының ауданы 7,5. Бірақ ескеретін жай не болады? Есіктің ауданы. Есіктің ауданы бізге не деді? Ені 1, ұзындығы 2 болады. Осының ауданын істеймін, міне азайтып тастаймыз. Сол кезде бізде 23 метр квадрат шықты. Рахмет. Сонда тест түрінде келетін болса 23 метр квадратты белгілейміз. Енді пизаның тапсырмалары қалады, өздерің байқағандай әртүрлі формада келеді. Бірнеше есебі тест түрінде келеді, ары қарай жаңағындай бос орын тастап кетеді, өзіңіз санды жазатындай қылып, түсіндір деген жерден кәдімгі сөзбен сөйлем түрінде түсіндіріп бересіз. Жаңыз ауызша қалай түсіндіріп жатырмыз, солай жазылуы керек. Түсінікті? Сонда біз ОБТ-да мысалы тек қана тест түрінде береміз, тестті белгілеп кетеміз ғой, ал пизада олай тек қана тест күйінде болмайды. Сонда сіздің тест түріндегі шығарған есебіңізден бөлек, сіз қалай оны түсіндіресіз, соған дейін тексеріледі екен. Түсінікті? Осының барлығын алдағы уақыттағы тест тапсырмаларында ескеретін боласыздар. Жақсы. Оқулықтарыңызда 3-9 есепте қарап жүргеніңіздер, осымен кері байланыс жасап жіберейік. Сіздер осы екі фигураның жазбасын қалай түсініп, қалай білетіндеріңізді кішкене анықтап кетейік. Сіздерде оқулықта осымен 3-9 есеп бар, 33-ші бетте. Барлығын сол есепте қарайық. Бірнеше жазбалар берілген, осы жазбалардың ішінен нақты кубтың жазбасын беретін жазбаны тауып алуымыз. Так, А жата ма? А жатпайды, бұдан біз кубты жасай алмаймыз. Ә жатпайды, келсесіңдер ғой, толықтай. Б жата ма, қостыра аламыз ба? Жақсы. В жатпайды. Г көрейік, құрастырып көріңіздерші. Міне, мына ортасы тұр, мынаны бетіп көтереміз. Сонда мына жақ жоғарғы жағынан мына қапталына кетіп қалады. Мынау былай қарай кетеді. Мынау төбесін жабатын.
Келемақ тастап тұр ғой, көк шығып тұр ғой, қараңыздар дұрыстап анаға. Иә, көктің жазбасы болып табылады деген сөз. Келесі, Г варианты жатпайды, екі жағы беттесіп қалайын деп тұр, иә? Ол беттескен деген сөз, ол жазбасы толықтай болмайды деген сөз. Д-ны көрейік. Жатады дейді кейбір оқушылар, біреу жатпайды. Талқылап көріңіз. Көтереміз, иә? Мынау жоғары жаққа кетеді, мынаумен беттеседі. Сосын мынау келесі қаптауға кетеді. Мынаны жоғары көтереміз, мынаны төмен түсіріп жібереміз. Келеді ғой. Сонда Е жауабы келеді. Сонда неше не келеді деп тұр бізге? Төртеу, иә? Ә келді, әмес Б келді, сосын Г келді, Д келді, Е келді. Төрт, мына жердегі фигура бізде нешеу? Барлығы 8 ба? 8 фигураның төртеуі көктің жазбасын бере алады. Е келмей ма? Міне беттесіп қалды. Сонда 3 фигура ғана келіп тұр. Б, Г, Д. Осы 3 фигураның ғана жазбасы бізге көктің жазбасын бере алады деген сөз. Жақсы. Үйге жазып алайық. Дәптеріңізге оқулықтарыңызда 3-те 8-ші есеп және 3-те 13-ші есеп. Осы есептерді маған үйден қарастырып келесіздер. Жалпы тақырып түсінікті ғой. Бұл тақырыпқа байланысты біздің тағы да 2-ші сағатымыз бар. 2-ші сағатында да осылай пиза есептерін, қызықты есептерді алдарыңызға айтып тастайтын болады. Жазып алдық па? Үйге берген тапсырманы. Үйден осы есепті шығарып әкелсек, келесі сабақта талқылайтын боламыз.